Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқыларға тәріні біле отырғыңыз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Министрлік зейнетақы тағайындау ережесін түзетулерді енгізді. Министрлік зейнетақы тағайындау ережесіне түзетулер енгізді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі зейнетақы тағайындау ережесіне түзету енгізді. Енді бала күтімінен өткен жылдар еңбек өтіліне тек аналар ғана емес, әкелер де есептеледі деп хабарлайды Тенгринеws.кз тілшісі. Егер ер адам бала 3 жасқа толғанға дейін үйде отырып, оның күтімімен айналысса, бұл кезеңде оның еңбек өтіліне қосылады. Дегенмен бұл уақыт 12 жылдан аспауға тиіс. Осылайша Қазақстандағы бала тәрбиелеген әкелерге де жасы бойынша зейнетақы есептеу кезіндегі тең құқық берілмек. Түзету енгізілген құжат жобасы ашықтығы порталында жарияланды. Құжат 24 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауда болады. Бұл түзету 3 жасқа толмаған балалардың күтімімен айналысқан, бірақ жұмыс істемеген әкелердің жасы бойынша зейнетақы мөлшерін тағайындауға құқықтарын іске асырылуында келіспеушіліктерді жоюға мүмкіндіктер береді делінген құжатта. Қазақстандағы жыл сайын шамамен 200 мың адамға жасы бойынша зейнетақы тағайындалады. 2024 жылғы 191 мың адам зейнетке шықса, олардың 106 мыңы әйелдер. Орташа зейнетақы төлемін айына 116,12 мың теңге. Бүгінгі таңда зейнетақы есептеу кезіндегі жұмыс істемеген ананың бала 3 жасқа толғанға дейінгі күтімі есепке алынады. Бұл кезең декреттік демалыста болған жаңа зейнеткерлердің шамамен 30%-на есептелген. Мысалы, 2024 жылы бала күтімінен өткен уақыт 52 мың әйелдің еңбек өтіліне қосылды. Ал әзірге бұл норма тек аналарға қолданылады. Ал бала күтімімен айналысқан әкелерге есептелмейді. Қазақстандағы әкелердің декреттік демалысы Қазақстанда бала күтімі бойынша демалысты 3 жасқа дейін ғана емес, әке де ала алады. Бұл демалыс жалақы сақталмай беріледі, бірақ жұмыс орны сақталады. Бұл кезеңде жұмыс беруші қызметкердің жұмыстан босатуға құқылы емес. Бұл түзету енгізілу министрліктің сот міндеттеген. Ақпанда бір қазақстандық конституциялық сотқа жүгінді, себебі кодексте бала күтімінен өткен уақыты еңбек өтіліне тек ана үшін есептелетіндігі жазылған болатын. Ер адам 2 айлық ұлын күту үшін жұмыстан шыққан. Өйткені жұбайы сырқат болып, оған қарауға мүмкіндігі болмағандығын айтты. Бірақ кейін бұл кезең оған еңбек өтіліне есептелмегендігін білген. Сот заңға сүйеніп, оның талабын қанағаттандырудан бас тартты. Содан кейін ер адам конституциялық сотқа жүгінді. Конституциялық сот оның талабын орындады деп танып, бала күтімімен өткен уақыттың еңбек өтіліне ата-ананың қайсысына да есептелуге тиіс екендігін нақтылауды міндеттеді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатты болыңыздар.